Мен Хамракулов Ахлиддин Учкунович 1999-25 майда Түркістан облысы Сайрам ауданына дүниеге келгем. Менің бұл видеоны түсіруім себебі 2023-тің орталығында маған Санжар Боқаев жалдамалы жұмысшымын, өзім Питакта. Санжар Боқаев мені шақырып, үйінде жұмысын істетті. 2025-тің аяқ жағында маған звондап, келіп кете аласыз ба деді. Келіп бардым айтқан жеріне. Сөйтсем, гранит тастарды сатып әкеп берші деді. Барып сатып алып кеп бердім. Сөйтсем, ол видео ұқсамай қапты, олардың пландары орындалмай қапты. Біріншісінде, екінші рет тағы да жіберді мені, тағы да бардым, сатып алып кеп бердім тасын, гранитін. Сөйтіп могилкаға түсіріп бердім. Түсірген кезінде видеоға алып, Санжар өзі қойған киносымен видеоға алды. Сосын ол жерден ол жұмыс бәрі жабылып кеткеннен кейін Роши Бауманы барып ағашын кес деді. Барып кескенім үшін ол жерден тағы 100 000 теңге ақша алдым. Енді қазір сонымен мені департамент полиция ұстады. Сивасинасқа апарып қамады тергеу изоляторіне. Тергеу изоляторінде жатқан кезімде Диас Ахметов деген бір адвокат келді. Мен Санжар Боқаевтан келіп тұрмын. Сол беріп атқан көрсетмең наоборотын бересің деді маған. Жарайды дедім. Сосын сен анда жерге ДВД-ға барғанда шум көтересің деді. Если сен шум көтеретін болсаң, мен сені алып шығамын деді. Мен сотталып кетуімнен қорқып, амалым жоқ, сонымен келістім. Енді келіскеннен кейін, енді қазір ол жерде біраз видео бар. Бағанандай маған питка болып жатыр, маған департамент қысым жасап жатыр, қысым астында осындай Санжарға көрсетмей беріп жатырмын деп айт деді. Мен оны айттым. Соның үшін шықтым одан кейін. Енді қазір тағы да іс қозғалып жатыр. Санжар Боқаев ұсталды ол. Киносы бәрі бітті ол жерде.